сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Шқоның бас экологы 10 миллион теңге пара алып жатқан жерінде ұсталды. Ұлыс медиаға дерек көзі хабарлағандай, Шқоның бас экологы Мамай Бұтабаев 10 миллион теңге пара алып жатқан жерінде ұсталды. Шығыс Қазақстан облысы экология департаментінің басшысы Мамай Бұтабаев келісілген 130 миллион теңге параның 10 миллион теңгесін алып жатқан жерінде ұсталды дейді дереккөз Антикорға сілтеп. 2019 жылдан бері өңірде экология департаменті басшысы болған Данияр Әлиев те былтыр пара бопсалады деген күдікпен қамалған. Оның орнынан Бұтабаев міндетін атқарушы, кейін департамент басшысы болып тағайындалды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар, сау саламатта болыңыздар.